қазір хит болып отқан осы свет. Ішкі әсері өте күшті. Бір тойым 1000 теңге шығын деп есептесе болады. Және де бір заказға 45 000 теңге. Рұқсат алу өте оңай, сұраныс жақсы және де өте жақсы әсер қалдыруға болады. Келеміз, қоямыз, уже 5 минут биден кейін уже жай шетке аламыз да, жинап, арғай уже екінші тойға барамыз. Мынау бізде бағана тяжелыйдікі, легкийдікі және де арғысы снегтікі. Бір күндегі табыс қанша теңге? 90-100 егер кішкене алыста болатын болса. 4.661.812. Осы жерде таза пайда 980 000 теңге. Айына мысалға 20 тойға шығатын болсаңыздар, уже 1.800.000 теңге. Арнайы осы үшін тойға келгенбіз, қалай екенін көрейік деп. Бартаңызға сәлем, есім Еркін Бекқалиұлы, каналымызға қош келдіңіздер, құрметті достар. Бүгін сіздерге өте қызық бір шығарылым болады. Бұл бизнес, той бизнесі. Былай айтқанда енді қазақта өлмейтін бірден бір бизнес бұл той бизнесі деп айтады. Тіпті карантин кезінде де тығылып жасап жатты бізде. Сондықтан бұл өлмейтін бизнестердің бірі. Негізі, мына артымызда тұрған бұл лазерный. Қалай бизнестің аты қалай аталады? Эффект Золушки. Эффект Золушки. Міне осының ішінде қалыңдықпен күйеу жігіт билейді. Мына жақтан бізде лазер түсіп тұрады және де пеналар бар. Өте қызық енді. Шоу былай айтқан кезде тойда өтілетін шоулар. Ешқандай қауіптігі жоқ. Айына 1 миллионнан жоғары табыс табуға болады. Сұраныс өте жақсы, клиенттер тез табылады. Және де өздеріңіз білесіздер енді Қазақстанда қаншалықты той көп екенін, және де тойхана көп екенін. Клиент табу өте оңай. Бүгінгі біздің кейіпкерлеріміз Instagram арқылы клиент тауып отыр. Қысқасы шығарымды міндетті түрде соңына дейін көріңіздер, лайк басыңыздар, достарыңызға таратыңыздар. Ал біз бастаймыз. Енді бүгінгі біздің кейіпкер, есімі қалай? Мейірлан. Жақсы. Енді кәсіп туралы ашып, түсіндіріп айтып берсең, не кәсіп, қандай кәсіп? Кәсіп туралы аталуы эффект Золушки. Бұл жалпы енді ханшайымның бейнесін береді. Бізде луч, как будто бір айдың лучы түсіп тұрған сияқты. И бұлттың арасына деген сияқты ассоциациямен істелген. То есть бұл идея бізде, то есть Алматыға келген, біз соны алып, арғай дамытып. Негізі бизнес қайдан шыққан, технология қайдан? Технологияны білмейміз, точносын қаяқтан екенін біз Instagram желісінен көрдік, қызықтық. Еуропадан ба, или Қытайдан ба? Алғаш көргенде қай мемлекеттен көрдіңдер? Оны Ресей ойын, по-моему. Ресей? Ол просто бізде болды, мындай пабликтардан шығады, пабликта сен точно білмейсің, қай жақтан келіп отыр, қалай болып отыр. Просто қарадың, шықты, көрдің. Содан қызықтық, жалпы не істейміз, қалай қыламыз? Давайте көрейік, бірінші спрос. Instagram аштық, жаздық, салдық. Спрос күннен күнге артты. Одан кейін уже біз 2 заказ алдық басында. Енді хитрить етіп кеттік. Аппарат жоқ. Аппарат жоқ қолымызда, аппарат жоқ. 2 заказ алдық, предоплатасын алғанбыз. Енді іздейміз бір кісі болды Тастақта. Ол кісінің бағасы да еще қымбат болды. Ол кісіден сұрадық. Сөйтсек ол кісіде уже жоқ, наличие жоқ дейді. Ал бізде заказ уже 2 күннен кейін. Соны іздеп тауып, әйтеуір дегенде біріншісін өткіздік. Екінші, үшіншісін өткіздік, уже қызықты болды. Инстаграмнан да келіп отты адамдар, сосын жаңағы мынау мысалы болды, бітті. Одан кейін келеді администратор келеді, номеріңді алады, Инстаграм парақшаңды алады. Одан бөлек жаңағы сол жерде мысалы 200-300 адам болса, 50-інде примерно бой жеткен қызы немесе ұлы бар да. Олар да уже қызықты болып келеді, мысалы уже жақын қалған бір 3-4 болады. Солар келеді, сұрайды, біледі. Сонымен дальше біз сөйтіп жұмыс істеп кетеді. То есть бізде вообще 2 канал болды. Біріншісі Инстаграм болды. Өзімізде ол рекке шығу, то есть әртүрлі потоктардан өздері келе берді. А екіншісі уже сарафанное радио. Айына қанша таптыңдар осы уақытта? Айына біз средний есептегенде аптасына 7 той дегеннің өзінде 45 000-нан ол 980 000 теңге шықты. 980 000. Бір тойға қанша аласыңдар? 45 000. 45 000 теңге. 45 000 шығын қанша ол жерде? Шығын жалпы негізі 7 тойға есептеуге болады. Біз өзіміз Қытайдан алдыртамыз, полностью жаңа жеткіздің бәрін. 2400-ге 2 өңкі келеді, и 1 өңкі 4,5 теңге келеді. Ол 7 тойға бөлу керек просто. Сендер общий қанша тойға шықтыңдар? Біз уже бір 25-30-дан асып кетті уже. Сонда 2 рет алсаңдар жетеді ғой, 3 рет. Максимум 3 рет алдыңдар, Оның өзінде еще қарайсың мысалы, ана жерде өзіңіз управлять етсеңіз болады. То есть көбірек қылу, либо кішірек азырақ қылу деген сияқты.
бұл общий 7000 теңге етеді дедің, не? Біреу 7000, біреу қанша дедің? Біреуі 2400. Общий бір 9200. Жоқ, 4,5 2400. 7000 теңге общий. Общий 7000 теңге. Ол жетті. 7000 теңге жетті тойға жетеді. жетеді. Сонда сенде 21000 теңге шығын, 900 қалған пайда. Жоқ. Бір тойдан 1000 теңге шығын. То есть, анау 7000 теңге шығады, общий сложности біз алған кезде бір мысалы концентрат аламыз. Ол 0,3. Ол 7 тойға жетеді. То есть, ол 1200-ден біреу, екінші заказ береміз 2400 и 4,5 теңге. Ол бізде 7000 суммарно. 7 тойға жетеді. То есть, получается 1000 теңгеден бізде. Бір тойым 1000 теңге шығын деп есептесе болады. И 45000 теңге. И одан бөлек еңбек болды. То есть, келдің, уақытың и еңбек болды. Басқа ешқандай. Адам күші ғана. Негізі былай расходты, таза расходты есептейтін болса, бұл жерде материалдық тұрғыда негізі 1000 теңге шығын. Және де бір заказға 45000 теңге. Сонда 44000 теңгені уже адамдарға бөліп бересің, бөлгенде уже өзіміз ол жақта ешкім ондай. Мен жұмсап неткен емес, бәріміз бірге істейміз, бәріміз бірге. 1000 теңге шығын, 44000 теңге пайда. Өте жақсы, негізінде рентабельность өте жақсы екен. Және де енді заказ табу жағы қалай болады? Заказ табу жағы қиын емес. То есть рекке шыққан сайын адамдар көп біле бастайды. Біле бастағаннан кейін уже, қазіргі таңда уже спрос бар. То есть адамдар уже білет эффект Золушки не екенін, уже инстаграмнан кіреді, іздейді, табады, дальше уже жазады. Құрметті көрермендер, осындай болады, короче. Іші деген мына жақта қалыңдықпен күйеу жігіт билейді. Осы линиядан шықпау керек, Бұл линия негізі мына биіктікке де байланысты. Биіктіктен жоғары көтеріп еді ғой. Жоғарылатқан кезде үлкендеу болады. В общем, қалыңдықпен күйеу жігіт осының ішінде билейді. Мынаның эффект бергені біріншіден қар жауып жатқан сияқты, екіншіден түтіннің бұлттардың арасында билеп жүрген сияқты. Сондай бір ощущение береді. Енді мынаның зияны туралы айтайықшы. Мына түтін шықпай ма, иіс бармай ма? Бұда иіс жоқ. Бұл өзі тяжелый дейм. Иіс жоқ, Жидкостьте ешқандай қарсы келетін нәрсе жоқ. Мынау бізде обычный көбік. Көбік, Бұл бізде көбік болып түседі. Бұл лазерге түскен кезде өзі жылтырайды. Бұл ешқандай зиян жоқ қой, Білесіктің несі содан болады, реакциясы. Ал жалпы сендерге қандай отзыв айтады? Билеп біткеннен кейін, той біткеннен кейін? Отзыв көбінесе қасында қарап тұрған адамдар болады. Қарап тұрған адам келеді да, сұрайды, осындай қалай болады, тойға заказ берсек. Біз мысалы өзіміз жұмыс істеп жатамыз ғой, шетінде тұрамыз, осы қар шашып отырамыз деген сияқты. Арттан келеді, вау деп, негізі ұнап жатады, көп жағдайда. Көбінесе сондай реакциялар. Мен түтін примерно осындай шығып жатқаны. Бұл мынау бағанағы тяжелыйдым. Бұдан несі де бар, Бұдан басқасы, легкийден бар, ол көрсетілгенде жоғарда. Көбінесе жоғарға түседі. Как будто ертегілерде болады ғой, бір күн тұрады, бір кетіп бара жатқан кезде осындай андай. Құрметті көрермендер, қазір сіздерге көрсек ішінде қалай болатынын. Камерамен негізі дұрыс көрсете аламыз ба білмеймін, бірақ ішкі әсері өте күшті, ощущение өте жақсы. Осындайдың ішінде билейді негізінде. Мына кәдімгі бір қар жауып тұрған сияқты. Осындай. И мына жақта видтар әдемі, бұлттардың арасында бір күшті билеп жатқан сияқты. Жалпы осындай ощущение. Ешқандай зиян жоқ дедің, Ешқандай зиян жоқ. Обычный көбік. Аллергия не ештеңе бермей ма? Ешқандай иісі жоқ. Мысалы, қанша тойда болдық, бұндай ешкім бір түшкіріп, либо басқа да бір жағдайда болған емес. То есть болдық, тұрамыз. Сізде тойдағы бір нюанс бала-шаға жүгіріп сөйтіп не істейтін жай? Ондай бар, Осы тұрады, шетіне кеп алады, көреді, ұстай алмайды, қарды көреді, қарға келеді, сондай нәрсе. Жағаласып кете ма бәрі? Бәрі болғанда кейбір тойлар болады. Балалар, енді ата-аналары максимально ұстайды. Бармаңдар, либо анау сыртында тұрады. Олар да біледі, что түсінеді. Биге ол ерекше нәрсе. Ал кейбіреулері уже кіреді, нан ұстайды, қарды ұстайды, көреді. Оларға қызық, жас балалармен. Сондай нәрселер болады өз моменттер. Бірақ биге особо ондай ешқандай бір ішіне кіріп алып, бір топырлап кірмейді. Шетінде қарайды, ол ондай особо артық несі жоқ. Сосын тойханаларда рұқсат алу өте қиын ғой негізінде. Осындай шоуларға сіздерде қалай, ол жағынан проблема жоқ па? Бұған ештеңендей несі жоқ. Бізде бір проблема, мысалы, фонтан, жанатын бірдеңелер болады, ондай шығаратын искралар, өртенетін. Ана жерде міне мысалы көбік түсті, кепті, жоғалып кетеді. Болды. Олан жабысып. Дым, ол мысалы жайылады, полностью мысалы қарасаңыздар, ар жақтың бәрін жайылып тұрады. Постепенно өзі жоғалып кетеді. Ал лучше ол өшеді, болды. Басқа ешқандай несі жоқ, айырмашылық.
осы моментте болады, сосын қайтадан жоқ болады. Сондықтан да тойларда негізінде көп, бағанада біз переписканы оқыдық қой, сол кезде де айтып жатырды, администратормен өздеріңіз келісесіздер ма деп. Соған қарағанда тойханаларда бұндай шоуларды ұйымдастыру ол рұқсатпен жасалынатын нәрсе. Бірақ енді бұл жақта ешқандай зиян жоқ. Барлығын көріп отырғаннан кейін тез рұқсат алу оңай. Ал басқа фонтан болсын, басқа да шоуларда рұқсат алу өте қиын кафелерде. Өйткені көбісінде потолок, натяжной потолок болуы мүмкін, болмаса бір өртеніп кететін, мебельге тиюі мүмкін. Оның үстінде кішкентай балалар бар, ары-бері жүгіріп жүрген. Ана фонтандар, оттар олар бірден жанғаннан кейін әртүрлі жағдай болуы мүмкін. Мысалы, қалыңдықтың несі күйіп кетуі мүмкін, көйлегі жанып кетуі мүмкін деген сияқты. Ал мына жақта ешқандай бір риск жоқ былай айтқан кезде. Сол үшін рұқсат алу өте оңай, сұраныс жақсы және де өте жақсы әсер қалдыруға болады. Енді 2024-тегі бұл бір хит бизнестердің бірі болатын шығар, өйткені мен соңғы кездері өте көп көріп жүрмін Инстаграмнан, Таргеттен, ТикТоктан деген сияқты. Сондықтан да солай айтуға болады, 2024-тің хит бизнесі енді былай айтқанда. Біз светті жағып сұхбат жалғастырамыз, өйткені мына жақ кішкене тұман болғаннан кейін камера дұрыс түспей жатыр. Жалпы өздеріңіз көрдіңіздер, лазер қазір түсіп тұр, мына жақта жарық. Негізі барлығын светін бәрін өшірген кезде бағанағындай өте әдемі болады. Мынау енді бағана қалғандары ғой, қалдықтар. Тек қана мына не ғана қалды. Көбінің өзі көп қана қалды. И бұл кетеді қазір, бұл кеуіп кетеді өзі. Кеуіп кетеді. Басқа ештеңке жоқ осы жерде. Енді бутишка қосылса, мынау нелердің бәрі шығып кетеді, түтіннің барлығы. Енді бізде заказдар қалай түседі дегенге сұрақ. Бағана тек Инстаграммен ғой қазір сендерде. Сарафан келіп жатыр ма сарафаннан? Сарафан қалай келіп жатыр? Сарафан келеді, адамдар сұрайды, номер жазып қояды, WhatsApp жазып. Сол той кезінде, иә? Одан кейін уже өздерінің даталарын жақыннан кезде уже жазып бастайды. Администратормен жұмыс қалай жатыр? Администратормен тоже алып қалады, и ол кісі уже предлагать етеді. Все окей. Мына жерде выпискасы 4.661.812. Бұл жерде енді бағана түскен заказдардың ақшасы. Осы жерде таза пайда 980.000 теңге. Ол бізде средний алған өзінде. Средний, осы бір айдың көлемінде. Ал мына жақта енді заказдар қалай түседі десе, бүгін бізде 05-і съемка болып жатқан уақыты. Бізде міне 05 уақыт көрсек, 05-і. Мына жерде 05-і ресторан Роман Палас. И біз қазір барып көрсететін боламыз осы жердегі жалпы тойдағы нелерді, кадрларды көрсетеміз. Сол кезде қалай заказ алу қиын ба, клиентпен сөйлесу қиын ба дегенге жауап. Мына жерде просто бағасы қанша тұрады? Тек қана сообщение солай басталған. Сәлеметсіз бе? Иә, бос 50.000 теңге болады дейді. Онда бұрын қоя салыңызшы 5-не дейді. Бұрын осымен предоплатамен қабылданады, 10.000 теңге жіберіп қойыңыздар дейді. 10.000 теңге жібереді. Все понятно дейді. Сосын барып мына жерде ары қарай несі бүгін болатын жері, типа бағана айттым ғой, администратормен сөйлесіп қойыңыз деп. Сол администратормен сөйлесіп, ары қарай шешіп, мына жерге телефон номері қалдырылған. Қысқасы, қазір сағат 9:30-да би басталады. Сол кезде барып сіздерге түсіретін боламыз. Қазір бізде 8:30. Интервьюді ары қарай жалғастырайық. Құрметті достар, біз қазір тойға келдік. Эмоциясын көрейік дедік. Жалпы қалай болады? Сіздерге нәтижесімен бөлісеміз. Dans sa love story, dans sa love story, dans sa love story, sa love story. Құрметті достар, той аяқталды, эмоциясын көрдік, өте жақсы болды. Қанша қалды заказды? 80.000 қалды, уже тяжелыдың. 80.000 ба, 45 болған, сосын аяғында уже тяжелыға қосылып 80.000 қалды. Бір той. Негізі қанша уақыт алды? Жалпы келуім бар, қоюым бар, бәрі. Бүгін кішкене күтіп қалдық көбірек. Ал қоюымыз примерно 15 минут. 15 минут. Негізі уақытылы келсем бір жарты сағатта бітіріп кетуге болады. Би өзі примерно 3 минут, 4 минут болды. 3 минут. Басқа болғанда. Ну, енді бір жарты сағаттың әңгімесі ғой негізінде. Жарты сағатта сол 80.000 теңге табыстауға болады. Жалпы табыстан бөлек негізі бағана тамадада айтып отырды, кішкентай ғана нәрсені қандай эмоциямен беріп жатыр деп. Сондықтан да бұл тойға бір ерекше формат, екі жастың мәңгілік есінде қалатын бір сәт қой. Сондықтан жақсы шықты деген ойдамыз. Сол сұхбатымызды ары қарай жалғастырамыз. Арнайы осы тойға келгенбіз, қалай екенін көрейік деп. Көрдік, қалыңдық пен күйеу жігітке барлығы ұнады. Сол сұхбатымызды ары қарай жалғастырамыз. Тағы да бизнес туралы не айтасың? Тағы да қандай артықшылықтары бар бұл бизнестің? Артықшылығы біз мысалы ең бірінші ценообразование болды вопрос. Неше деген сияқты. Біз талай көрдік, болады чисто
тұманның өзі мысалы 40-45 мың болған кездер болды. Жаңағы шар, мен сізге айтқан, который тұман и шар атылады да, ол жаңағы и горячий фонтан то же самое. Сондай бағалар болды, и сосын салыстырып көрдік. Мысалы ешқандай қауіпі жоқ, жақсы көрінеді, әдемі. И күшті, по-любому әдемі шығады да. Ол мысалы былай айтқанда қыз бала үшін ең маңыздылығы ғой. Қыз бала үшін. Ер адам үшін де, конечно. Оның үстіне бағасы да ондай қымбат емес қой. Сондай бір сезім үшін 50 мың теңге, білмеймін, енді кез келген еркек азамат бере салады деген ойдамын. И уже ханшайым сияқты өткізеді, уже өзінің тойын ханшайым құсап өткізеді. Осымен сіздер тұманды бөлек шығара аласыздар, иә? Иә, болады. Егер заказ түссе, тек тұманның өзімен ғана, иә? Міне, тұманның аппараттары мынандай. Мынау бізде бағана тяжелыйдікі, ары қарай бізде мынау легкийдікі, және де арғысы бұл некі, бағана пузырткі, снегтікі. И бағанағы аппарат міне дәл осындай. Жалпы бизнес дегеніміз осы 4 қана құралмен құрылып отырған бизнес модель ғой, былай айтқан кезде. И примерно негізі 2 адам. Жұмыс қойдың, мынаны мысалы, мыналарда өздерінің уже дистанционный управлениесі бар. То есть сен мысалы снег ұстап тұрсың, и пультпен басып екіншісін шаша беруге болады уже. Бір адам жетеді негізі. 2 адам негізі. Өйткені анан алып келгені бар, қойғаны бар, бака тартқаны бар, көтергені бар деген сияқты. Негізі бір күнде 2 тойға шығуға болады. Бір күнде 2 тойға шығуға. Өйткені мынандай болады, негізі жаңағы вальс антрактқа дейін болады біреуі. 2 сценарий бар да, біреуі антрактқа дейін, екіншісі антракттан кейін. Мысалы заказ береді, айтамыз, сіздер қай уақытта? То есть антрактқа дейін ба, либо антракттан кейін ба? Егер білмейміз деп жатқан жағдай болсын, тамадан номерін аламыз, сөйлесеміз, осындай біз эффект-золушке осындай услуга предоставлять етеміз. Сіздер қай уақытта шығарасыздар, антрактқа дейін ба, или антракттан кейін ба? Егер антрактқа дейін болса, уже екіншісіне айтамыз, сіздер онда, значит, антракттан кейін шығарып беріңіздер, бізде осындай заказ түсіп жатыр сіздердің адамдарыңыздан деген сияқты. Сөйтіп келістіреміз. Келдік, мысалы, мына жаққа уже уақытысын қойып қоямыз. Все, антракт болса, значит, 9-дан 10-ға дейін. 9-дан 10-ға дейін. Біз уже 8:30-да осында боламыз, 9-дан 10-ға дейін күтеміз. Мысалы, қой дейді, дайындап қоямыз, бәрін дайындап қосып қоямыз. Келеміз, қоямыз, уже, мысалы, 5 минут от силы би болады. Биден кейін уже жай шетке аламыз да, жинап, арғай уже екінші тойға барамыз. А екінші той уже 10:30-11-ден арғарай кете береді. Ол уже кеш басталғанына байланысты тоже самое. Болған 12-де шыққан кездер болған. Сонда бір күнде 90 мың теңге пайда ғой? 90-100 егер кішкене алыста болатын болса. Бізде ценообразование қалаға егер жақында болатын болса 45, ары қарай болатын болса 50. Өйткені оған барғаның бар, қайтқаның бар деген сияқты уақыт кетеді оған. Сондай. Бір күндегі табыс қанша теңге? Бір күндегі табыс, жаңа 2 той болатын болса 90 немесе 100, 90 мен 100-дің арасы. Ол бізде жаңағы алшақтыққа байланысты. Қаланың іс жағы болса 45-ден каждый той. Егер алыста болатын болса 50-ден. Енді айына бір 10 тойға шықсаңыздар, бағанағында айтқандай 900 мың теңге таза пайда табыстауға болады. Неге егер де айына мысалға 20 тойға шығатын болсаңыздар, уже 1,8 миллион теңге. Егер мынандай аппараттарды сіздер көбірек заказ беріп, мысалға 5 аппаратты алып, команда құрып, 5-еуі күнде жұмысқа шығып отыратын болса, айына негізі 5-6 миллион таза пайдаға шығып кетуге болады. Өйткені енді тойда шынымен де той өте көп. Әсіресе үйлену тойы, ұзату той, бұл негізі ұзату тойға, үйлену тойға екеуіне де шақырады аслында. Болады, Енді қараңыздар, мына ресторанда бағанағы айтып отыр, 3 мен 6 ғана бос дейді да, келесі айға. Қалған уақыттарды бос емес уже, бір ай бұрын заказдар уже бәрі толып қалғанда. Кез келген ресторанға кірсеңіздер де дәл сондай. Барлық ресторанда заказдар бар. Қазақта білесіздер енді той қаншалықты сұранысқа ие екен. Сондықтан да бұл кәдімгі қазіргі таңдағы сұранысқа ие бизнестердің бірі деп айтуға болады. Енді құрметті көрермендер, бизнесті көрсеттік, тойды да көрсеттік, барлығы түсінді деген ойдамыз, қаншалықты сұранысқа ие екенін. Енді бизнес таңдау арнасы кез келген бизнесті көрсетіп, халыққа таңдауға береміз. Егер сіз таңдап жатсаңыз, осы бизнесті алып, бизнес модельді сатып алып, толық өзіңізге кәсіп ретінде ашып бастап кетсеңіз болады. Егер кәсібіңіз болатын болса, қосымша кәсіп ретінде команда жинап, солай бизнеске айналдырсаңыз болады. Енді қандай ұсыныс бар сіздердің тараптарыңыздан? Жалпы ұсыныс бір ғана емес, то есть екеу алып істедік. Біреуі жаңағы легкий демен болатын болса, екіншісі уже тяжелый демен. То есть и легкий, и тяжелый деген сияқты. Ол уже как доп сияқты жүреді. Астында болт, үстінде тағы да жаңағы блестер болады. Сонда получается лазері, штативі, снег аппарат, дым аппарат, пульта и басқа расходниктар полностью кіреді. То есть жаңа біз айтқан 7 тойдікі бар ба, сол расходниктар кіреді.
сонды қосып береміз ішіне. Екіншісі жаңағы тура сол осылай лазер, дым аппарат, снег аппарат, пульт, штатив и бұдан бөлек тяжелый дым. Сонымен екі комплект болып жүреді. А бағалар қалай? Бағалары жаңағы бірінші айтып өткендей, 5 тяжелый ол где-то 700 мың. А екіншісі 900 мың. То есть ол жерде разница болады. Уже тяжелый мен и легкий мен болатын болса, уже 900 мың. Тяжелый дегеніміз мынау үлкен, егер алатын болсаңыздар бағасы 900 мың теңге, толықтай аппараттың барлығы кіреді. Және де егер де 750 мыңға алатын болсаңыздар, ол легкий болады. И сол айырмашылығы негізі заказда ғой, бағасында ғой, иә? Бұл жерде, иә. То есть біріншісі тяжелый негізі вообще 80 мың сұрап отыр. 80 мың. 80 мың, ал 5 тяжелый ол 45 мың теңге. То есть бұл жерде ақтап алу моменті где-то 1 ай. То есть бізде қазір 10 тойға шықса ақтайды. 15 той. 15 той. 15 той болса, уже өздерінің ақталады. Қайсысымен болса да. То есть тяжелый болса 80 мың, 15 тойың уже 1-2. Уже 900 мың шығып қойды. Ал мынау бізде 700 болса, 45 мыңнан уже нең 900 мың почти. 900 мың теңге өзінікін шығарып алады. Ақтап полностью, қанша 15 тойда, мысалы болатын моменттер, күнде бір күнде 2 тойға баратын момент болады, бір күнде 1 тойға баратын моменттер болады. Ол уже әрқайсының адамның өзінің байланысты. То есть біз ол жерде не береміз? Біз ол жерде полностью продающий видео береміз, таргетін үйретіп береміз, өздері полностью істеп береді. Видео без монтажа береміз. То есть егер өздері бірінші алып продвижение жасайтын болса, монтажсыз береміз, монтаж өздері жасап алады. То есть стикерлерін бәрі өздері қойып алады да. Өздерінің логоларын сала береді. Өздерінің логосымен бірге сала береді уже. Уже заказ қабылдай береді. А уже дальше біз аппаратты жібереміз. Аппараттың артынан полностью қалай қолдану керек, қайсысын қалай қосу керек. Мысалы жаңағы пульттың өзі ол бөлек нәрсе. Мысалы не только домалақ. Бұдан басқа фигура шығаруға да болады. То есть жүрек шығарсаң да болады, шпруш, ромбик шығарсаң да болады, оның бәрін көрсетіп береміз. Светтер ауысады. То есть бір ғана осы. Қазір хит болып отқан осы свет болады. Басқа светтермен де істеуге болады. Бұны айналдырып істесе де болады. Мысалы оның бәрін өзіміз толыққанды көрсетеміз. И жидкостың бәрін береміз. То есть толық подключ. Бұл кісілер алады, пока материалын салады, инстаграм салады, таргетін жібереді, заказ қабылдай береді, оборудованиесі барады и болды. Чисто шықты, жұмысын жасайды и өзінің ақшасын ала береді. Ана легкий дегеніміз ол мына түтіннен жоғары көтеріп кете ма? Иә, мысалы тяжелый болатын болса, мысалы міне осыдан көтерілмейтін болса, 40 сантиметр, 30 сантиметр көтерілмейтін болса, а тяжелый, легкий дым ол көтеріледі. То есть ол уже бұлт сияқты болады. То есть верхушкасы болады сондай. А мына бұлттың үстіне билеп жатқан сияқты болады, иә? Негізінде халыққа қайсысы жақсы өтеді? Халыққа негізі ол әрқайсының өзінің сұранысы бойынша. Негізі ертегідей болып көрінетін ол бұлттың үстінде, то есть тяжелый дыммен бірге сразу. Бізде болды момент. Басында бізде тяжелый дым болған жоқ. Адамдар болды, өздері отдельно тяжелый дымды заказ берді. И плюс бізден өзіміздің эффект золушки заказ берді. То есть сол кезден бастап біз түсіндік, что бізге тяжелый дым керек, полностью уже қосып тастадық. Біз қазір уже тяжелыймен де бәрімен полностью сразу бара береміз. То есть отдельно там бір жақтан іздеп керек жоқ, уже бәрі дайын да, сондай. Мысалға понедельник, вторник деген сияқты күндер бола ма той? Бар. Бола береді. Ондайдан мысалы әрқалай ғой, мысалы пландап қойды, мысалы мынандай уақытта үйленеді деген сияқты, сосын қарайды, суббота, воскресенье бос емес деген сияқты, и дальше өздері ала береді. Тойхана не бос болса, бос емес болса басқа күнде қоя береді. Понедельник күнінде болады, разница жоқ. Мысалы бізде де болған, то есть понедельник күні барамыз, вторник барамыз, разница жоқ бізге, қай күн болса да. Бірақ в основном 2 той болатын, ол суббота, воскресенье. Негізі мынандай нәрсе ғой. Мысалға сіздер бұл бизнесті алған кезде, мысалы аласыздар ғой, алам деген бір ниет болатын болса, мысалынан бәрін алдыңыздар дейге. Ең бірінші маркетинг қой. Мысалға, енді біз маркетингте жүргеннен кейін мынандай нәрсе бар. Тойға шықтыңыздар, тойдан кейін бірден администратормен келісіп алу. Мысалға сізде бір айына 30 администратормен келісіп алатын болсаңыз, сізде уже күнде той қамтамасыз етілген ғой, жерезе бетон деп айтуға болады. Өйткені әр администратордың күнде тойлары бар. Олардың біреуі болмасын, біреуі сізбен жұмыс жасауға келіссе, уже жақсы. Екінші, бұл бартерға жұмыс жасау. Мысалға блогерлердің, нелердің тойы болатын болса, міндетті түрде барып, тегін болмаса бір рекламаға барып жұмыс жасап кетсеңіздер, о жақтан заказдар түседі. Үшінші, Instagram, TikTok барлығын жүргізу керек. Сауатты жүргізу керек, көп видеоларды сала беру керек. Сол кезде біреу болмасын, біреу атып кетеді. Одан кейін барып
тағы да не бар, сол аралап жүріп нелердімен келіссеңіздер болады, тойханалармен бәрімен барып иесімен, администратормен, адамдармен барлығымен келіссеңіздер болады. Содан кейін барып сол маркетингті жүргізіңіздер. Қысқасы, бұда міндетті түрде сіздер заказсыз қалмайсыздар. Өте жақсы бизнес қой негізінде тойда. Сіз айтып отқан нәрселер бар ғой. Мысалы ресторанмен келісу керек депші, мен оны полностью қарап көргенмін. Мысалы түйгіске кірдің, қарадың, ресторанда көресің, WhatsApp-на просто жаздың, мынандай нәрсе, міне можете посоветовать, толыққанды түсіндіріп бердім, қандай нәрсе, не нәрсе, келіскендер бар оның ішінде. Сосын жаңа сіз айтып отқан нәрсе, то есть алмасу ғой, услуганы алмасу бізде қосылайық болды. Хаму мен Диана, сол кісілердің тойы болды, соған барып біз қызмет жасадық. Ол студияда болды? Бізде даже да студияда болды, отмечение бәрі болды, эффект золушки рекламасын жасап берді. Рекламадан бізде қазір, вовлеченность жақсы болды аккаунттың, то есть бізге жақсы келді. То есть ол жақтан ешқандай ограничение жоқ. Мысалы келіп сөйлессең де, көрсетсең де, мысалы просто так бүйтсе де болады. Мысалы келдің тойға, білмейсің кімнің тойы, не той, келдің, айттың, давайте істеп берейін бесплатно, келдің, түсірдің, зато басқа адамдар көреді, уже біледі. Ондай да момент. Біз бірақ тексеріп көрген жоқ, бірақ ондай нәрсе. Бастап кезде тегін істей салуға да болады. Тегін істей салуға да. Даже шығын жоқ қой негізінде былай қарасаң. 1000 теңге кетеді, барып тегін бір істеп бердің, зато саған реклама. И сол жақтан клиенттер таптың деген сияқты. Таргет жүріп көрдіңдер ме? Таргет жүреді. Қанша дейді содар? Аптасына 3 той. Аптасына 3 той. Примерно. Жақсы ғой. Мысалы қанша жұмсайсыңдар таргетке аптасына? Аптасына $5 кетті. $5. $5 дегеніміз бұл 200 теңге, е? Біз еще бұны видеомен істеп көрдік. Әртүрлі несін лақтырып көрдік. $5 дегеніміз 2000 теңге айтпақшы. Шамамен 2000 теңге салып, сіз 3 тойға шығатын болсаңыз, 3 той дегеніміз бұл примерно 120 000 теңге. Егер 40 000 теңгеден есептейтін болса, бұл 120 000 теңге. Шығын бәрін алып тастағанда сіз 120 000 теңге пайда табасыз, және 2000 теңге жұмсайсыз ғой былай айтқан кезде. Негізі жолдар өте көп, просто алып шынайы ниетпен осыны үлкен нарыққа шығарам, үлкен жоспармен жұмыс жасаймын дейтін адамдар болатын болса, Мархабат бизнес таңдау арнасы, біздің мақсатымыз ұсыну, таңдамау өз еркіңізде. Бағасы 750 000 теңге легкий дыммен, 900 000 теңге тяжелый дыммен. Екеуінің барлық аппараттары пультімен, несімен, лазермен, бәрімен комплект беріледі, және де үйретіледі, таргет қалай жіберіледі, реклама қалай болады, заказ қалай қабылдайсыздар, клиентпен қалай сөйлесесіздер, өзі тәжірибесі бар, өзі айналысып жүрген адамдар, мысалға жаңадан келе салып бір алмалы-салмалы бір сатумен айналысып жүрген адамдар емес, нақты өздері практик адамдар ғой. Сол үшін келіп сөйлесіп не істесеңіздер болады. Бизнес модель ретінде алып айналыссаңыздар өте жақсы бизнес. Сондықтан сол менеджердің номерін қалдырдық, хабарласыңыздар, барлық ақпаратты өзі беретін болады. Сондықтан звондасаңыздар, түсіндіріп, осы бизнесті сатып алуға тілектеспін енді. Әрбір қазақ пайда бақуатты болсын, әрбір қазақ кәсіпкер болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.